Сырыңды айтпа, болсын мейлі епті жер. Аңдаусыз сөз өзіңе азап шектірер. 30 тістің арасында тұрмаса, жарты әлемге соққан желдей жеткізер. Десең дағы біреудің не ісі бар, титтей сөздің тау қопарар күші бар. Қарғасынды екі шоқып бір қара, ұмытпағын үй артында кісі бар. Алла ғана сенген жанның қорғаны, тіл бағынғыш үй құсындай тордағы. Бар жоғыңды айтамын деп біреуге, бармағыңды шайнамасаң болғаны. Ақылы жоқты аға тұтпа, қасиеті жоқты қадір тұтпа. Ақылы жоқты аға тұтсаң, кішілігіңді кемшіліктей көрер. Қасиеті жоқты қадір тұтсаң, кісілігіңді ерсіліктей көрер. Анаңды Меккеге 3 арқалап апарсаң да, қарызынан құтыла алмайсың. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла басталған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жақанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар, барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауыртады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да, жылата да аласың. Сөздермен алдауға да болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Осынша ақымақ болғаным, көрінгенге қызықтым. Ғаділетті жүректің әділетін бұзыппын. Ақыл менен білімнен әбден үміт үзіппін. Айла менен амалды меруерттей тізіппін. Жалмауыздай жалаңдап, ар ұяттан күсіппін. Қулық бенен сұмдыққа құлағындай ұшыппын. Сіз білесіз дегенге күнге күйіп пісіппін. Мақтан басқа мақтанып, деп жүріппін пысықпын. Ата бабамыздан қалған 5 насихат. Біріншісі, орынсыз өтірік айтпа. Өтірік несібеңді жеп қояды. Екінші, ішімдік ішпе. Ішімдік сауапты жеп қояды. Үшінші, басыма іс түсті деп қайғырма. Қайғы өмірді жеп қояды. Төртінші, садақа бер. Садақа бәлені жеп қояды. Бесінші, әр нәрсеге қанағат ет. Қанағат күнәні жеп қояды. Тіршілікте не жетеді көргенге,
тек өмірім өтпесе екен шерменде. Не жыны бар бақыт мені көргенде, кетеді үркіп, енді жете бергенде. Үш зат бар артқа қайтып келмес. Біріншісі уақыт, екінші сөз, үшіншісі мүмкіндік. Үш зат бар өмірде тұрақсыз. Біріншісі байлық, екінші бақыт, үшінші билік. Үш зат бар адамды құртатын. Біріншісі ішімдік, екінші тәкаппарлық, үшінші ашу. Үш зат бар айтуға қиын. Сені сүйем, кешір, көмектес. Еркекте бастысы байлық емес ақыл. Әйелде бастысы сұлулық емес адалдық. Доста бастысы бос сөз емес қолдау. Сүйікті адамда бастысы талап емес сабыр. Денеде бастысы келісті мүсін емес денсаулық. Сөзде бастысы қандай айтылу емес шынайылығы мен мағынасы. Сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылыңды, сөзіңді ақылсызға қор етпе, ақылдыға айт. Кімге, қай жерде, қай кезде, қалай сөйлейтініңді біл. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсең, ертең көркі қартайғанда оған деген махаббатың өшеді. Бір адамды тапқан мүлкі, байлығы үшін жақсы көрсең, ертең ақшасы біткенде оған деген құрметің азаяды. Ең дұрысы Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру дегеніміз адам бойында Алла сүйетін істері болғаны үшін ұнату. Мәңгі таусылмайтын, түгелсімейтін шынайы махаббат осы. Не сұрасаң да Алладан сұрау керек. Кісіден сұрасаң берсе міндет, бермесе қорлық. Алладан сұра, берсе нығмет, бермесе кехмет. Бұл өмір жарыс, кім көп еңбектенеді, сол арманына, мақсатына жетеді. Өмірге арызданып отыра берсең, мәреге де, мақсатыңа да жете алмайсың. Құрметті оқырман, жоғарыда айтылған нақыл сөздер сіз үшін аз да болсын пайдалы болса, арнаға тіркеліп, төменге өз пікіріңізді білдіріп, видеоны достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп қоюды сұранамын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер нақыл сөздер арнамнан көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.